Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы жүр, думанға барамыз. Пойдем в думан. Сабақтың мақсаты жіктік жалғауларын еске түсіру, мәтін немесе диалог бойынша берілген сұрақтарға жауап беру, жаңа сөздердің мағынасын түсіну, сөйлемдер құрай алу. Жаңа сөздер. Жарайды. Ладно. Или можно использовать как хорошо. Демалыс күні, выходной день. Қыдырамын, гуляю. Не істейді, что сделает. Тыңдалым және оқылым. Тыңда, қайтала. Послушай и повтори. Алақай, ертең демалыс. Әлібек, сен демалыс күні не істейсің? Мен демалыс күні қыдырамын. О, қандай тамаша, сен қайда қыдырасың? Мен думанға барамын. Сен ертең қыдырасың ба, Саша? Жоқ, мен досыммен доп ойнаймын. Саша, ертең думанға барайық. Жарайды, барайық. Айтылым 110 бет, бірінші тапсырма, сұрақтарға жауап бер. Әлібек ертең не істейді? Әлібек қыдырады. Саша ертең не істейді? Досымен доп ойнайды. Әлібек Сашаға не деді? Саша, ертең думанға барайық, деді. Саша не деді? Жарайды, барайық. Айтылым 111 беттегі 3-ші тапсырма. Ертең не істейсің? Мен досыммен доп ойнаймын. Мен қарындасыммен хайуанаттар бағына барамын. Мен кітап оқимын. Мен бассейнге барамын. Балалар, менімен жұмыс жасағандарыңа көп рахмет. Сендерге сәттілік тілеймін. Сау болыңдар.